Сіздер менің қандай қылмыс жасағанымды неге айтпайсыздар? Десем, ана екеуінің біреуі, сіз қонақ үйде бопсалаумен шұғылданып, бөгде адамдардың ақшасын алғаныңыз үшін айыпталасыз дейді. Не деп тұрсың? Қайдағы қонақ үй, қандай бопсалау? Деймін шошынып. Анық-қанығын бөлімде сөйлесерміз. Жүріңіз, деді де жетелей жөнелді. Бөлімге келген соң әлгі жігіт, иә, конократ қатын, енді жылқыны қойып адамның айғырларын ауыздықтауға кірістің бе? Кеше түнде саяхат қонақ үйінде кіммен бірге болдың? Деді безірейіп. Қайдағы саяхат қонақ үйі? Оның қай жерде екенін сұрашы, әуелі. Мені біледі ме екенмін? Түнде қайда болғанымды жанымда жататын қыздардан неге сұрамайсың? Сол үшін осы бөлімге алып келдің бе? Деймін шырылдап. Бастықтарға қарап шапылдап сөйлеуді зонада жүргенде өзге әйелдерден көргенмін. Тырнақтай да кінәм болмаса, мыналардың өзіме түк істей алмайтынын да біліп отырмын. Слушай, Басеке, мені жатақханадан қалай алып келсеңдер, солай жеткізіп салыңдар. Олай істемесеңдер, қызметтеріңе салқыным тиіп кетуі әбден мүмкін. Кімнен нені сұрауды, қалай сұрауды сенімен ақылдасу үшін осында алып келген жоқпыз. Қонақ үйді жағалауды қашаннан бері әдетке айналдырдың? Соны айт, деді әлгі Жекіп. Мен оларға темір жолда қара жұмыс істейтінімді, кешке қонақ үйлерді жағаламақ түгілі ас ішуге мұршам келмей сүрініп жығылатынымды айттым. Бірақ олар маған сенбеді. Иә, темір жолда істейсің, атың Қалдықыз, оны да білеміз, клиенттерің де біледі, деген кезде көзім ұясынан шығып кете жаздады. Өзің не деп көкіп отырсың? Клиентің не? Сендер мені кешке қонақ үйлерді жағалап жүрген түнгі көбелек жезөкше деп отырсың ба? Деп едім. Дәл солай, оған қоса шарлатансың, дәлеліміз бар. Одан да бәрін өзің айтып бер, деп тігісін жатқызып, ақталмайсың ба одан да? Кәне дәлеліңді айта ғой, деп едім. Анау папкасының ішінен бір қағазды алып оқи жөнелді. Мен 19 сәуір күні саяхат қонақ үйінде Қалдықыз есімді қызбен таныстым. Екеуміз ресторанда отырып біраз іштік. Содан соң қонақ үйдегі менің жататын бөлмеме бардық. Қыздың келісімімен шешініп, төсекке енді жата бергенімізде бөлмеге екі жігіт кіріп келді. Олар маған қызды зорладың деп бопсалай бастады. Суретке түсіріп алдық, үйіңе жібереміз деп қорқытты. Қалдықыз менің құлағыма ақша беріп құтыла салсайшы деп сыбырлаған соң аналарға ақша сұндым. Олар менің бар ақшамды сыпырып алып, қызды алдарына салып әкетіп қалды. Ол қыз әңгімесінің арасында теміржол бойында вагон жатақханада тұрамын деген еді, деп бір сұмырай қол қойыпты. Кәне, сол серіні ертіп келіңдер, мен оның түсіне кірген шығармын, дедім. Ертең көресің, ал бүгін осында түнейсің, деп екеуі кекете күлімсіреп шығып кетті. Ал мен камераға қамалдым. Бопсалаушы қыз жалынды. Таңертең өзімді тұтқындаған екі жігіт қайтадан сұрақ алып миымды қатырды. Өз обалың өзіңе өзің мойындағанда дұрыс болатын еді, дейді олар. Ей, нені мойындауға тиістімін? Сендер айтқандай жезөкше болғанша бұрынғыдай жылқы ұрлағаным о несі артық, деп айқайлап жібердім. Біреуі үн-түнсіз сыртқа шығып кетті. Бір кезде тыриған арық шикіл сарып біреуді ертіп келді. Өзінің көзі тұздай екен. Ол маған одырайып қарайды. Ал, көке, сіз мына қызды танисыз ба? Деді тергеуші. Анау танымаймын дегендей басын шайқады. Ау, көке, қонақ үйде қойныңа кірген қыз осы емес пе? Өзің сол кеште мас па едіңіз? Деген жігіт орнынан атып тұрды. Жоқ, мен мас емеспін. Точно білем, бұл қыз емес. Ол мен секілді сары еді. Танауының оң жақ танауының үстінде тарыдай ғана қалы бар. Ол сары кісі емес. Бұл кісі секілді күнге күймеген, жел тимейтін, күн тимейтін жерде жұмыс істейтін адам. Мүмкін мүлде жұмыс істемейтін шығар. Шын айтамын, мені тонаттырған тонаған қыз ба, қатын ба бұл емес, деді. Мен шыдамай кеттім. Ал енді арызды мен жазамын. Мені басшылардың, жанымдағы қыздардың алдында қарабет қылдыңдар. Түні бойы көз ілмедім. Бүгін жұмыстан қалдым. Маған моральдық нұқсан келтірдіңдер, деп едім. Алдында миығынан күліп отырған тергеуші сымақ жігіт сүтке тиген мысықтай бола қалды. Кешіріңіз, қазір машинамен жатағыңызға өзіміз жеткізіп саламыз. Жұмыс орныңызға анықтама жазып береміз, деп лыпылдасын келіп.
іштей менің атымды сатып, жеңіл ақша тауып жүрген жалған қалдығызды ұстап бермекші болдым да, ол ойымнан тез айныдым. Ұстап берсем, мен мұнда жұмыс істеп өмір сүре алмаймын. Бухгалтер қыздың сыбайластары мені сөзсіз сүріндіреді. Оның үстіне мынау шалағай тергеушілерге жыным келді. Менің жалақымды шегертпеу үшін анықтама жазып бер дедім тергеушіге. Қазір жазып беремін, қазір жазамын деп лып-лып етеді. Олар айтқан сөздерінде тұрды. Тәркіленген ақшаны түгел қайтарып берді. Көк белдеулі уазбен вокзалға жеткізіп салды. Мен келген бойда өзіміздің бухгалтерияға кірдім. Танауының үстінде меңі бар сары қыз қасын теріп отыр екен. Полиция берген анықтаманы алдына қойдым. Ол мырс етіп күліп жібере жаздады да өзін-өзі ұстап қалды. Бірақ езуінде кекесін күлкі қалып қойды. Мені өзінше менсінбей басынып отыр. Полицияға түсіп, нені бүлдірдің? Деді көзі ойнақшып. Оның осы сөзі ішімде тұнып жатқан ызаны қоздырып жіберді. Жан-жағыма бір қарап алдым да ананың құлағына: сенің артыңды жабамын деп сарсаңға түсіп жүрмін. Сен рахатқа батасың, менің атым былғанады. Табысыңның тең жартысын бермесең, алдыңғы түні бірге болған сары сапалақ көк көз еркегіңді, өзің қорғап жүрген кришаңды түгел қатар қойып беттестіремін. Қайне шығар ақшаны, дедім де өзім берген анықтаманы қайтадан алып қойдым. Сен не деп сандырақтап тұрсың? Деген анау сұп-сұр болып кетті. Сандырақтап тұрған жоқпын. Саяхат қонақ үйіне күнде кешке саяхат жасап, менің атымды сатып, ақша тауып жүргенің өтірік пе? Өтірік десең, тап қазір тиісті орынға хабар беремін. Саған криша болып жүргендер қоян болып безіп кетеді. Ал өзің рас ресторанда арақ ішкендерді бопсалап ақша тауып жүрмін, қалдығыз болып танысатыным да рас десең, ешкімге жария етпеймін. Екеуміз келісеміз. Кәне, бұған не дейсің? Сыртқа шығайықшы, деді ол жан-жағына жалтақтап. Сыртқа шықтық. Оңашалау жерге барып тұрдық. Менің қалдығыз болып танысқанымды қайдан білдің? Сенің қоқаңдағаныңнан қорықпаймын. Жаңа бухгалтериядағы адамдардың көзінше шу шығарғым келмеді. Сен өзі маған не істейсің? Қолыңнан не келеді? Деп күшейіп шыға келді. Сен менің атымды, мекен жайымды айтып, тәніңді сатып, былғанып жүргенің аздай, енді өзіме ашық шабуылға шыққың келіп тұр ғой. Қой, сенімен салғыласы береке таппайды екенмін. Бар, көзіңді бояп, түнге даярлана бер, деп бұрыла беріп едім, білегімнен ұстай алды. Тартарам қолыңды, дедім тістеніп. Қалдығыз, кешірші, бір білместік өтті. Затымыз әйел ғой. Өткен жолы шығарған шуың бәле болып, бастық маған сөгіс жариялаған. Соңғы ескерту жасаған. Енді қайталанса, қызметтен кетесің деген. Сол үшін саған ерегісіп, сені сыртыңнан сатқаным рас. Кешірші, деп еді. Мен: бұл жолы қызметтен кетіп түрмеге түсесің. Шантаж жасап ақша табуды зонада жақсы үйретеді. Мені түремшік деп елдің көзінше жер етіп едің, есіңде ме? Түремшіктің қандай болатынын енді өзің көресің. Кет жолымнан, деп қолын сілкіп тастадым. Қалдығыз, жаным, кешірші, құлың болайын. Сол түні тапқан ақшама ақша қосып берейін. Ат-тон айыбым болсын, деп алдыма тізерлеп отыра қалды. Зонада жүргенде қандай қылмыскер болса да бір-бірімізге аяушылықпен қарап, түрмені дұшпанымның басына бермесін деп тілейтінбіз. Мына қызда жаңылыс басып қателесіп жүрген шығар. Оны сотқа бергенде маған келер-кетер ештеңе жоқ. Одан да менің адал жанымды, атымды сатып тапқан арам ақшасын алайын. Оған арам, маған адал ғой, деп ойладым. Жарайды, кештім, ақшаңды әкел. Содан соң бухгалтерлік есеп-қисабыңды жаса. Мен жұмыстан шығамын. Себебін білесің, сен атымды былғадың. Ашумен бір күні өзіңді жазым етуім мүмкін, дедім оған, әдейі қорқытып. Мақұл, кешкі 5-ке дейін бәрін қанттай етіп реттеп қоямын, деді ол. Сол күні жұмыстан босап, әлгі Меңдіқыздан қомақты қаржы алып, атым шыққан саяхат қонақ үйін сұрастырып жүріп тауып алдым. Сонда жұпынылау арзан нөмірге жайғастым. Ойым пәтер іздеп тапқанша қонақ үйде тұру. Сосын балалардың сабағы біткен соң ауылға кету. Іздеп жүріп жеке пәтер таптым. Ақшам барып, бірақ қысып ұстаймын. Бір кафеге ыдыс-аяқ жуушы болып орналастым. Күніге түнде кеш қайтамын. Бір күні сол кафеге темір жолдағы танауының үстінде қалы бар қыз, жалған қалдығыз екі жігітпен келді. Мен оны байқамаған болып тірлігімді істей бердім. Бухгалтер қыз ыдыс-аяқ жуып жүрген мені ана жігіттерге сыртымнан
көрсетіп әлденелерді айтып отыр. Жігіттердің түрі бұзылып кетті. Мен жаққа жақтырмай қарайды. Қалдықыз көп отырмай мен жаққа жалтақ-жалтақ қарап кафеден шығып кетті. Ана екі жігіт ұзақ отырды. Кейін олар да кетті. Түнгі 12-ден асқан кезде мен де үйге қайтатын болдым. Пәтерім жақын еді. Күнде жұмысқа жаяу барып, жаяу қайтамын. Көшеге шыққаным сол еді. Жаныма бір жеңіл машина келіп тоқтай қалды. Ішінен бір жігіт шықты да, қарындас, үйіңізге апарып салайық, машинаға мініңіз деді. Рахмет дедім де ілгері жүре бердім. Қане отыр машинаға деп анау білегімнен шап беріп ұстай алды. Мен шегіншектедім де жағынан шапалақпен салып қалдым. Ой, сайқал деп ол қайта ұмтыла берген кезде бұтынан жанды жерінен аямай бір тептім. Анау ыңырсып жүрелеп отыра кетті. Екіншісі машинадан шыға бергенде мен кері қарай жүгіріп кафеге кіріп кеттім. Кафе иесі қалдығыз не болды деп үрейлене қарап тұр. Мына біреулер дедім қуып келген жігіт. Бері кел деп маған ұмтылды. Мен қожайынның артына тығылдым. Сол жерде алысу-жұлысу төбелес басталып кетті. Қожайын егде кісі еді. Ана жас жігіт ана кісінің алқымынан қысып қылқындырып өлтіретін түрі бар. Бардың алдында тұрған бос шөлмекке көзім түсті. Соны алдым да жігіттің басына бір-ақ ұрдым. Шөлмек сынбады. Анау сылқ етіп жерге құлап түсті. Сол кезде оның серігі де келіп жетті. Ол жерде сұлап жатқан досын көріп тұра қашты. Қожайын полицияға жедел жәрдемге телефон соқты. Келген дәрігерлер жігіттің басын таңып берді де өлмейді деп қайтып кетті. Полиция қызметкерлері бізге арыз түсініктеме жаздырып алып, ана жігітті өздерімен бірге алып кетті. Таңертең бізді бөлімге шақырған. Бір кезде қалдығызды алып келді. Сөйтсек түнде таяқ жеген жігіт ағынан жарылыпты. Кафеде әдемі қыз жұмыс істейді, өзі жетім өскен, қорған болатын ешкімі жоқ. Соны бір рет түсірсеңдер, ол кейін сендерге ермек болады. Осы жұмысты тындырсаңдар, сендерді ресторанға отырғызып, әбден тойдырамын деп бізді Салима жұмсаған еді деп бар шындықты жайып салыпты. Арамдығын қоймаған қызды аяйын ба? Болған оқиғаларды түгел баяндап, түсініктеме жазып бердім. Сұрақ алып отырған жігітке мен қаладан кететін едім. Мені қайта-қайта шақырып, әурелей бермеңіздер деп айтып кеттім. Балалар үйіне барып, қос ұлымды жетектеп, осы ауылға келдім. Ауылға келер медім, келмес бедім. Затыбегім мынау затаным ғой. Мама, ауылға барайық. Алғашқыда қиналармыз, кейін бәрі жақсы болады деп қоймаған. Жиған терген ақшам бар. Соған қалқайтып бір баспана салып алармын деп көз жұмып кірісіп едім. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Енді міне жарқыратып үй салып бердіңіздер. Сіздерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Өз өмірім жайлы бәрін бүкпесіз түгел жайып салдым. Ендігі билік сіздерде. Жүрген жерің ылаң, дау-дама екен, жолың анау десеңіздер, оған да көнемін, деген қалдығыз төмен қарады. Бәріміз үнсізбіз. Үнсіздікті әдеттегідей Малдыбай атамыз бұзды. «Я, балалар, сендер не дейсіңдер?» деп сұрады ол бәрімізге жағалай қарап. Үнсіздік. Ұшқан шыбынның ызыңы естілетіндей. Қалдығыз қарағым, шындықты айтуда ерлік, жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды. Сенің де шалыс басқан қадамдарың бір басыңа жетеді екен. Бірақ енді аяғыңды нық басып, екі перзентіңді ел қатарына қосуға міндеттісің. Ал балалар, сендерден өтініш, бұл баланың сыртынан пыш-пыш әңгіме айтушы болмаңдар. Өзі секілді тек бетке айтыңдар. Менің айтарым, Қалдығыз қызым екі перзентімен біздің ауылдың азаматы болып саналсын. Ата, рахмет, сіздің жасыңызды берсін. Қалдығыз ағынан жарылды ғой, енді ол біздің ауылдың адамы деп жан-жақтағылар гуілдеп кетті. Құрметті оқырман, Баукеспе келіншектің тағдыры әңгімесінің 4-ші бөлімін тыңдап отырсыздар. Келесі бөлімін тыңдау үшін менің арнамнан алыстамаңыздар.